бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Шоу-бизнес пен той-бизнестің нұрына айналған Қайрат Нұртасты ең алғашқы болып еліміздің қай өңірі қолдағанын білесіз бе? Әрине, ол сыр елі, жыр елі Қызылорда екен. Әншінің ең алғашқы шығармашылық кеші Қызылорда қаласындағы спорт кешенінде өткен. Шығармашылық кешіңізді өткізгіміз келеді деп хабарласқан бейтаныс әйел, ұшаққа билет алып береміз және $600 қаламақы ұсынамыз деген екен. Сол сәтте жүрегім тоқтап қала жаздады. Оның үстіне өзім қарапайым дәмханада музыкашы болып жұмыс істеп жүрген болатынмын. Анашым да менің айтқаныма көпке дейін сене алмай жүрді. Өзімде 6 ғана ән бар. Ақыры Қызылорда қаласындағы кешімде Арман әнін 10 рет айтып, тағы 3-4 ән орындап, жеке шығармашылық кешімді өткіздім. Мені ең бірінші болып қолдап көтерген Қызылорда облысы болатын деп еске алады Қайрат Нұртас. Реп сүйер қауымға жағымды жаңалық. Белгілі музыкалық продюсер Есболат Беделхан жаңа жобасын жарыққа шығаруға дайындалып жатыр. Сонымен, жарыққа шығуға дайындалып жатқан жаңа есім кім? Қандай ерекшелігі бар? Бұл сұрақтардың жауабын продюсердің өзінен сұрап білдік. Бұл енді біздің YB Entertainment-тің жаңа жобасы деуге болады. Бірақ та нақтысына келсек, біз музыкалық продюсинг жасаймыз. Бұл реп орындаушы. Өте дарынды бала, жас бала. Бұл баланың ерекшелігі көп, мен көп оны мақтап айтпай қойын. Негізі реп орындаушылар, олар ерекше, біраз өзгеше болады. Басқа әншілерден, эстрада, поп әншілерден өзгеше болады. Бұл баланың ерекшелігі әрине енді қазір өте көп дарынды әншілер өздері ән жазады, өздері сөз жазады. Сол сияқты Дармұхамед өзді ән жазады, өзінің әндерінің сөздерін өзі жазады. Шоу-бизнеске жарқ етіп шыққалы тұрған талантты серіміз міне, дәл қазір қызу жұмыс үстінде. Қолы байлаулы, маңдайы тер. Ендеше маңдай тер ақталсын дейміз. Вытащи меня! Заплати! Позвони! Какие деньги заплачу? Давай, все, дыши просто! Дыши просто! 20-дан жаңа асқан жас рэперді әзірден қолдаушылар бар. Мәселен, бұл жігітпен музыкалық продюсерден бөлік бас продюсер сенім артып қолдап отыр екен. Бұл туралы Есболаттың өзі тарқатып айтып берсін. Дастан деген өз қолдау көрсеткен өзінің генеральный продюсер бар. Баланың аты Дармұхамед. Жас бала, 20-ның қатарында. Сол рэп орындаушы тек қана орысша тілде айтады. Біз енді әрине бұрынғы СНГ елдеріне жариялауға сол дайындалып жатырмыз. Шоу-бизнеске жаңадан қадам басқалы отырған Дармұхамедтің алғашқы клипі орыс тілінде жазылған реп. Клип сюжеті мағынасына қарай аз ғана көрсетіледі. Негізінен әдемі кадрлар мен бимен әрленген бейнебаян болмақ. Ол үшін жас бишілер де түсірілім алаңында қызу дайындықта жүр. Дармұхамедтің продюсерлері бұл алғашқы реп пен бейнебаян Қазақстанға ғана емес, алыс жақын шетелдерге де ұнайды деп үміттенеді. Себебі ұжым бұл жобаны халықаралық деңгейге алып шығу мақсатында жұмыс істеп жатыр екен. Немой лимит деп аталады. Оның өзінің жазған әні бір 20-дан көп әні бар. Мен естіген әннердің ішінен мен өзім ұнатқам, бәріміз таңдап алғанбыз осы ән. Мен ойымша бірінші әнге өте жақсы шығады. Бұл Украинаға да, Россияға да ұнайды деп үміттенеміз. Айта кетейік, жаңа есім Дармұхамед рэптерін тек орыс тілінде орындайтын болады. Сондай-ақ клипті асыға күтетін реп сүйер қауым бұл бейнебаянды келесі айда тамашалап қалады деп уәде берді продюсерлер. Несі бар, жақсыны көрмекке күтейік. Жақында ғана сәбилі болған жас жұп Ерлан Орынбасаров пен Баян Нұрмышева ұлына қандай есім бергенін айтты. Жас ананың жолдасы Ерлан Орынбасаровтың айтуынша, қазір Баянның жағдайы өте жақсы. Қасында болып, ана болудың қандай қиын екенін көрдім. Баланы дүниеге әкелуде әйел адамның еңбегі зор. Мұны сөзбен айтып жеткізу қиын. Баянға баламыздың есімін өзің қой. Қандай есім берсең де өз еркіңде деп Баянға жолымды бердім дейді әнші. Зейін Әліпбековке ұқсағанын қаладық деген жұлдызды жұптың сәбиінің есімі Зейін. Зейінді бала болсын деп тілейміз.
Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.